Достар, қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге қызыл барқытты пирожный дайындайтын боламыз. Жұмыртқамызға қантымызды қосып араластырып аламыз. Еріген сары майымыз бен су майымызды қосып араластырамыз. Айранымызға пищевой краскамызды қосып араластыра отырып, сұйық қоспамызға қосамыз. Ұнымызға какао мен разрыхителімізді қосып араластырып аламыз. Илектен өткізе отырып, сұйық қоспамызға араластырамыз. Пергамент қағазын төсеп, формамызға салып шығамыз. Екі-үш бөлікке бөліп пісірсеңіздер болады. Духовкада 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Президент сливкиін пайдаланамын. 33% сливки пайдалансаңыздар да болады. Сливкимізді қоюлана басталғанша миксерлейміз. Кремін дайындауға қосатын қоспаларымыз суық болуы қажет. Қант ұнтағын қоса отырып араластырамыз. Миксеріміздің жылдамдығын ақырындап көбейтіп отырамыз. Кремше с творожной сырын пайдаланамын. Креміміз қоюлана бастағанда творожный сырымызды қосып араластырамыз. Креміміз қоюланып бір қалыпты формасын ұстағаннан кейін тоқтататын боламыз. Кремін бір қалыпты етіп жағып шығамыз. Бетіне екінші коржығымызды қойып, үстінен крем жағып шығамыз. Бетіндегі кремін бір қалыпты тегістеп шығамыз. Формамызға саламыз. Коржығымыздың бір бөлігін бетін әрлеуге алып болған болатынмын. Бетін әрлеуге өздеріңіздің қалауларыңызша әрлесеңіздер болады. Дәл осы видеодағыдай қолымызбен үгітіп аламыз. Пирожныйымыздың бетіне толығымен сеуіп шығамын.
Pirojnimizni холодильникке keminde 6 saatga qo'yamiz. Pirojnimizning janjag'i tegis bo'lmagan joqdayda pichoqdan tegislab kesib olasizlar. O'zlaringizdan qalalaringizni kesib qo'ysangizlar bo'ladi. Men birga bo'lganlaringizga rahmat. Pirojnimizning dami o'ta keremet, yumshoq, damda bo'lib chiqadi, jasab ko'ringizlar.